Құрма қандай ауруларға ем? Медицинада құрманы бір күнде ең көп дегенде 5 жеуге кеңес береді. Мәселен, Израильде жүргізілген зерттеуде құрма мен алма салыстырылған. Нәтижесінде алмаға қарағанда құрмада витаминнің көптігі дәлелденген. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сіз естіп білмеген ақпараттар бар. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Сонымен құрма 21 түрлі жағдайда адам ағзасына ем екен. Құрамында калий мөлшері өте көп. Ол жүректің қалыпты жұмыс істеуіне пайдалы. Бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен жүрек талмасының алдын алады. Бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Сондай-ақ цирроздың пайда болу қатерін төмендетеді. Бауыр фиброзы белгілерін жеңілдетеді. Аш қарынға желінсе, ішектегі бауырдағы құрттарды өлтіреді. Құрма көз жанарының көру қабілетін жақсарта алады. Сәбіздегідей, оның құрамында А дәруменінің мөлшері өте көп. Егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болғаны 3 құрма жесеңіз, бір күнге жетерлік энергия аласыз. Құрма бұл асқазан функциясы бұзылған кезде ас қорытуға таптырмас өнім. Оның асқазан ішек жолының аурулары, тіпті асқазан жарасының профилактикасы үшін өте пайдалы. Араб әйелдері көп ғасырлар бойы құрманы ерінің күш қуатын арттыру үшін қолданып келеді. Ол үшін жемісті ұнтақтап, ерлердің кофесіне қосады. Бұл өнімнің құрамында құмарлықты, жыныстық қабілетті арттыратын түрлі амин қышқылдары да бар көрінеді. Шашыңыз түскіш болса, теріңіз құрғаса, әжім ерте пайда болса, құрма жеу қажет. Оны косметикалық маскалар құрамына қосуға болады. Себебі құрмада йодтың мөлшері де көп. Құрманы сүт араластырып, қалампыр қосып ішсе, өкпенің қабынуы сияқты тыныс жолдарына шипа. Құрманың құрамында танин көп болғандықтан дене жарақаттарын тез жазады. Адамды арықтатады. Егер күрішпен бірге пісірсе, семіртеді. Құрамында А, Е, Б дәрумендеріне өте бай. Алмадағы темірдің 2 есесі құрмада табылады. Сол себепті қан аз болған кісіге көп жеуіне кеңес беріледі. Жаңа босанған ана үшін таптырмас жеміс, өйткені ана сүтін көбейтеді. Сондай-ақ ол обыр дертіне қарсы пайдалы. Құрамында микробы жоқ жеміс. Құрма сүйектерін үгітіп, кофе қып қайнатып ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, демалдырады. Сонымен қоса, құрманы жатардан бұрын жесе, сал ауруына қарсы өте пайдалы. Жүктілік кезінде көптеген әйелдің біраз уақыт жүрегі айнып, және де физиологиялық өзгерісте жүреді. Нәтижесінде ағзада калий жетіспеушілігі басталады. Сондықтан жүкті әйел құрамында осы элементі бар тамақтар жеуі тиіс. Калий құрмада көп мөлшерде бар деуге де болады. Ол болашақ ананың ағзасындағы судың тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Калий ағзаға, миға қажетті оттегіні алуға көмектеседі, және де ойдың сергектігін қамтамасыз етеді. Мұнымен қоса, ағзаға қажетті суды және де бүйректегі қалдықтар мен зәрдің шығуын реттейді. Ағзадағы жеткілікті калий жоғары қан қысымын болдырмай, дененің терісіне жақсы әсер береді. Құрмадағы тағы бір минерал ол темір. Ол қанның қызыл жасушаларындағы эритроциттер түзуші гемоглобиннің жұмысын реттейді. Қан аздықтың алдын алады және де баланың дұрыс жетілуіне көмек береді. Эритроциттер оттегі мен көмір қышқылды алмастыруда маңызды рөл атқарады. Құрма темірге бай, сондықтан да күніне 15 құрмадан артық жеген адам ағзаға қажетті темірді алған болады. Құрмада кездесетін кальций мен фосфат қаңқа мен тіреуіш әрі қозғағыш аппараттарының дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етеді. Бұл жемісті үзбей жеу ағзаның сынғыш сүйек пен остеопороздан сақтайды. Құрманы әсіресе экологиясы нашар аудандарда тұратын адамдарға жеуге кеңес беріледі.
Құранда құрма туралы не делінген? Айша анамыздың айтуынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оразасын жас құрмамен, жас құрма болмаса кепкен құрмамен, ол болмаса сумен ашатын. Сол себепті құрмамен ауыз ашуды сүннет деп білген мұсылмандар қасиетті Рамазан айында дастарханға құрма қоюды игі дәстүрге айналдырған. Тіпті құрманы ауыз ашардың сәні деп те айтуға болады. Құрамындағы қант мөлшерінің көптігі ораза ұстаған адамның күні бойғы денесінің әлсірегенін кетіретіндігін айтқан мамандар құрманы жай уақытта да жиі жеп жүруге кеңес береді. Құрма қасиетті Құранда аталған жемістердің бірі. Хазірет Мәриям Исаға толғатып қатты қиналғанда Аллах тағала мейірім білдіріп, оған құрма жеуді әмір еткен. Бұл жайлы Мәриям сүресінде. Сөйтіп тұрғанда толғақ қысып құрма ағашына барып сүйінуге итермелейді. Қап, бұрын өліп ұмытылып кеткенімде болар еді, деді күйзеліп. Сол сәт періште төменнен былай деп дауыстады: жабырқама, Раббың асты жағыңнан бір арық жасады. Құрма бұтағын өзіңе қарай сілкіле, үстіңе жас құрмалар түссін, содан іш, же, көзайым бол делінген. Тағы бір аятта құрманың өсуінде құдіреттің белгілерін көруге болатындығы баяндалған. Көктен су түсіргенде Аллах тағала кейіннен сол арқылы әртүрлі өсімдіктер шығардық. Ол өсімдіктен бір жас бұтақ, одан өсіп бір-бірінің үстіне мінгескен дәндер, масақтар өндіреміз. Құрма ағашынан жеміс толы салбырап тұрған бұтақтар, бұған қоса жүзім, зәйтін, анар бақшаларын өсіреміз. Бұлардың кейбіреуі бір-біріне ұқсайды, кейбірі ұқсамайды. Алғаш жеміс салғанда және толық піскен кезінде әрқайсысының жемісіне қараңдар. Күмәнсіз сенетін көпшілік үшін мұнда көптеген дәрістер бар. Әнғам сүресі 99 аят. Жақында ғалымдар құрманың әйел адам босанар кездегі берер пайдасын және аяғы ауыр әйел мен іштегі нәрестеге пайдалы екендігін анықтап отыр. Құрманың құрамында үлкен мөлшерде қант бар екен, яғни 60-65%. Бұл барлық жемістермен салыстырғанда ең үлкен көрсеткіш. Дәрігерлер әйел адамдарға жүктілік кезінде және де босанатын күні үзбей осы жеміс шырынын ішуге кеңес береді. Себебі бұл жеміс шырыны ағзаға әлсіреген анаға күш береді. Сонымен қатар босанушы әйелдің ағзасында жаңа туылған нәрестеге өмірінің ең алғашқы сәтінен бастап өте қажетті ана сүтін құрайтын химиялық реакцияның жүзеге асуын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ босану кезінде әйел адам көп қан жоғалтқандықтан қанының құрамында қанттың мөлшері төмендеп кетеді. Құрма ағзадағы қантты толтырушы болып табылғандықтан қант қысымын төмендеуін болдырмайды. Бұл жемістің құндылығы өте жоғары болғандықтан әлсіздік және сырқаттан әлсіреген жандарға өте пайдалы. Өйткені құрма адамның күш-қуатын қалпына келтіреді. Бұл анықталғандардың барлығы Аллах тағаланың салиқалы Мәриямға не себепті бұл жемісті жеуге әмір еткендігі даналығынан көрсетеді. Себебі құрма ана ағзасына күш береді және де нәрестенің жалғыз ғана қорегі болар ана сүтін түзілуін жүзеге асырады. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы пайдалы ақпарат ұнаған болса, осы видеоны жақындарыңызға және достарыңызға жіберіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.